Сәлем, қатемен жұмысты бастайық. Ішкі энергия дегеніміз не? Әрине біз бұның не екенін өттік. Ішкі энергия дегеніміз денені құрайтын бөлшектердің кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы екен. Ішкі энергияның өзгеру тәсілдері қайсысы? Жылу берілу және жұмыс істеу, тек қыздыру, тек салқындату, тек қозғалту жоқ. Ішкі энергияны өзгерту үшін бізде екі жағдай бар деп айттық. Біріншісі жылу беру, екіншісі әрине жұмыс істеу. Екеуі де ШШ. Жаттап алыңдар. Температурасы көтерілгенде дененің ішкі энергиясы қалай өзгереді? Әрине біз айттық, ішкі энергия температурамен пара-пар дүние, сол үшін температурасы көтерілген кезде әрине дененің ішкі энергиясы артады екен. Өйткені температура көтерілгенде дененің ішіндегі молекулалар қаттырақ, тезірек қозғалып бастайды, за счет этого ішкі энергиясы да өседі. Қай жағдайда дененің ішкі энергиясы жұмыс істеу арқылы өзгереді? Получается, бізде екі түрі бар дедік қой. Біріншісі ол жылу берілу, екіншісі ол жұмыс істеу. Просто физически жұмыс жасау. Қарасақ, мұздың еруі ол жылу берілу, ауаны велосипед насосымен сығу, осы дұрыс жауап болады. Ал суға мұз салу, ыстық шайдың суы екеуі де жылу берілу арқылы жүретін ішкі энергия өзгерісі. Бесінші соңғы сұраққа келдік. Бірдей температураларда массалары 1 кг және 3 кг темір кесектерінің қайсысының ішкі энергиясы көбірек дейді? Әрине, білеміз, ішкі энергия не ол? Кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның қосындысы деп айтамыз. Кинетикалық энергияда, потенциалдық энергияда массаға тура пропорционал. Демек, бұлардың екеуінің де массасының қайсысы көбірек, соның ішкі энергиясы көбірек болады екен. Получается, ол 3 кг темірдікі. Осымен қатеміз жұмысымыз аяқталды. Өте оңай болды деген ойдамын. Келесі сабақта көріскенше.